ырыс баланың алдына барайын десе қашып жүр ғой ырыс балаң. Шығарсай давай, қолынан келсе, екеуіңмен мен айтсайын давай. Шаман келе ма? Маған екеуің де шаман келмейді, на то пошло. Давай прямой эфирға шық, көреміз кімнің кім екенін. Пипец, андай Инстаграмның артында отырып духовиссіңдер ғой сендер, өтірік мақал мәтел, елге қыштып, жегізуден мастерсіңдер ғой. Елдің алдына шық, сол үшін тұрып беретін адам болсаң, давай шық елдің алдына. Потом мен ұтылсам, мен Инстаграмды сен үшін удалить етем. Өліп баратсаңдар, сол менің подписчиктарым көбейді деп. Пипец, мипец деп сөйлемей қойшы, айналайын, әдеби тілімізге не жетсін, а? Сен мақалдатып сөйлеп алшы, айналайын, екеуіңді де жеңем, битем деп қоя қойшы. Жоқ қойшы, менің артымда да қайтып ұстайын деп отырсың ба, не істейін деп отырсың? Жоқ болай, сені мен арпалысып деп отыратын жағдайым да жоқ. Менің басқа да халықтың мәселесі жетеді менде. Мен халықтың қызымын, если что. Сені да танымаймын, халықтың қызымын, если что. Сені да танымаймын да, мүлдем танығым да келмейді. Қоймай шұқыланып отқан адамнан әр бәле күтсе болады. Көреміз, алдағы уақытта заң шешеді барлығын. Бүткіл видеоң үшін соған дәлел тауып бересің, содан кейін көреміз. Ал ашиш до конца, мықты болатын болсаң, көрейін мен сен, мықтылыңды. Жағдайым жоқ емес, шамам жетпейді деп айт. Сен еще юристсің ба? Қазір тағы да Нұрсұлтан туралы біраз ақпарат келеді юрист ретінде. Қазір сен туралы да біраз ақпарат келеді юрист ретінде. Не беспокойся, дорогая. Пипецтің пипеці болады қазір. Смело ғой, смело. Любой ақпарат жауабы бар ғой, любой. Көрейік ал. Мен жайлы бір фактар, дәлелдер тауып берсең. Деуші едім. Ал көрейікші ал. Құдыретіңді ал. Ал жеңілдеуіңмен қыз күшті кайф болып шықты. Рахаттан массаж істеп. Ойбай, бізде мына Маңғыстауда не болып жатыр? Маңғыстау облысы шетпеден бар ма адам, шетпеден? Шетпенің әкімі біреулердің үйіне ұрлыққа түскен дейді, шын бағасқа? Бұл жаңалықтан мен қалай қалып қойды ма? Бар ма бірдеңе? Вопрос тастап кетейін, айтыңдар, ай. Мен сіздерден бір зат сұрайын деп тұрмын. Атыңызға байланысты қарсы балаға қадалып, соның соңына түсіп алған қыз не жұмыс жасайды? Заңгер ма, не деп ойлайсыз? Жайма дейді. Айтып отырмын ғой, сетевой заттар сатады екен, ешқандай заңгер да емес, ештеңе емес ол қасқа. Тек қана тиктокта, инстада ырыс баланы жаман деп аудиторияны ұстап отыр ғой. Айтып отқан сөздерінің барлығы қылмыстық іс қой. Ол заңгер олай сөйлемейтін еді. Мен, например, мен заңгермін ғой да, олай сөйлеуге ешкімнің жекесіне боқ сөз айтып, тиісуге ешкімнің ақысы да, құқығы да жоқ. Мен әзілдеп сөйлейтін шығармын, боқ сөз айтып, бүйтіп жүрем, сөйтіп жүрем деп сөйлеуге олай болмайды. Ал, мынау соңғы видео болсын, қышугүл жайлы салдым мынау. Қышқылгүл ма, қышугүл дейміз ба, білмеймін. Түнімен тиктокта отырып алып, балағат сөз айтатын мынандай адамды заң аясында жауап беретін болады. Одан қалды, тек қана өзінің адамдары келіп, комментарий жазғандарды бүткілін блокқа тығады екен. Арыс баланың армиясын блокқа тығады екен. Тек қана өзіні жақсы деген адамды ғана комментарийін қояды екен. Ал, негатив жазама, біздің командада аямайды сендерді, ал. Бүткіл қазақ бар бұл жерде. Сенің бір 400-500 адамның шығар, сенің сөзің сөйлеп отырған. Ал ырыс балада бүткіл Қазақстан бар, соны біл. Ал қазақи шапандар. Мынау қышугүлдің қышуын қандыратын адам бар ма, ей? Құбыла қарап пісімілі дейші осы кезде. Мынау деген сұмдық қой. Ырыс баланың байына ғашықсың ба, Рома сен сияқтыларға қарамайды деп ойлаймын мен деген. Фу, қандай жеркеншітсің сен. Руслан Өтепбай дедің, Гүлмира дедің, бүткілін жайпап бара жатсың. Анау мяу деп отырып қасқа. Ай, ұятсыз, заң жоқ деп отырсың ба? Заң аясында жауап бересің. Каждый факты бүткіл халық жіберіп отыр. Ақмақ екем, не істедім деп елдің алдына шығып кешірім сұрап отыр ма? Кілең диванда жатып алып, өсек шығатындарды жинап алып. Ұялмайсыңдар ма халқым? Мына бір мияуға сеніп, қандай балағат сөздер айтып отырсыздар? Жоқ, ырыс баланы боқтап отыр. Боқтама нахуй, қазақтың қызы боқтауға сен вообще қақың жоқ, пидорас, блядь. Ырыс баланың аузына беріп, бетіне ағып. Алладан қорықпайсыздар ма? Балдарына түсіп отқан пособияға дейін мұқтаж жанға беріп отқан қыз. Қайрат Нұртастың келіншегі, естіген болсаңыздар, балдардың пособиясы 18 жасқа толғанда өздері істетеді деп. Қанша бай болса да ақшасын ұстап отыр. Арыс бала бүткіл балдарына түсіп отқан пособиясын мұқтаж жанға беріп отыр. Ол кім істей алады олай? Істей аласыңдар ма, че там? 100 үйді беріп жатқанда неменеге қақсап шықпадың солай? Берме деп. Ішің тар екен, қазы қарта жегеніне дейін айтып отырсың. Ой, пармай, дым көрмеген бишара екенсің ғой сен қасқа. Жоқ болай. Фу, қасқа.